Сәлем баршаңызға. Өзімнің үнемі пісіріп жүретін қаттаманың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін ыдысымызға 1 стакан су, 1 ас қасық тұз, 1 жұмыртқа, 1 ас қасық сұйық май және де 2 ас қасық майонезімізді салып, жақсылап араластырып алып, үстіне ұнымызды қоса отырып, не қатты емес, не жұмсақ емес, орташа қамыр илеп, жақсылап тұндырып қоямыз 15-20 минутқа. 15-20 минут өткен соң тағы да бір қайтарып қамырымызды дайындап қоямыз. Одан кейін осы сәтте сливочный майымыз бен сұйық майымызды араластырып ерітіп, көк пиязымызды жақсылап жуып турап аламыз. Және де қамырымызды жақсылап жаямыз. Менікі үлкен бір зуала болып шықты. Сіздер екіге бөліп жайсаңыздар әбден болады. Және де қамырымызды осылай жақсылап жайып болған соң бетіне майымызды жақсылап толық сеуіп майлап шығамыз. Үстіне көк пиязымызды салдым, барлық жерге жайдым. Сіздер көк пияз салмай классикалық түрде істесеңіздер болады. Осылай видеодағыдай етіп орап, оны үстінен басып, қаттаманың формасына осылай істейсіздер. Самса сияқты істесеңіздер де әбден болады. Осылай оның орташа қалыңдықта жақсылап жайып қоямыз. Және де осылай күленкеге салып морозильникте да сақтасаңыздар болады. Керек уақытына пісіре саласыз. Осылай табаға аз ғана сұйық май қосып, екі бетін аудара отырып, жақсылап пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіз, өте дәмді, суық күнде керемет, үйіңіздегілер тамсанып тұрып жейтін болады. Және де еңбегімді бағалап, лайк басып, комментарий жазуды да ұмытпаңыздар.